The people are tired, the people are fed up, and the lack of government action on this very long-running issue of corruption requires people to go to the streets and express their outrage in the hope of pressuring government to actually do their jobs. Манила дүрлікті. Ондаған мың филиппиндік ұрланған триллиондарға байланысты көшеге шықты. Филиппин астанасында триллион песо марш өтті. Бұл соңғы жылдардағы ең ірі наразылық болды. 80 мыңнан астам адам, негізінен студенттер мен белсенділер, билікті жойқын су тасқындарымен күреске бөлінген қаражатты жымқырды деп айыптады. Ақша жоғалды, ал табиғи апаттың зардаптары әлі жойылған жоқ. Халық шиналарды өртеп, тас пен бөтелке лақтырып, үкімет ғимараттарын қиратып жатты. Оқиға кезінде 40-қа жуық полицей зардап шекті, 17 адам қамауға алынды. The Guardian деректерінше бюджеттен 17,6 миллиард доллар ұрланған болуы мүмкін. Әлеуметтік желілерде шенеуніктердің сән-салтанатты үйлері жайлы кадрлар тарауда. Қаржы министрі бұған дейін жемқорлық инфрақұрылымға бөлінетін қаражаттың 70%-на дейін жеп қояды деп мойындаған. Халық шенеуніктердің активтерін жариялауды талап етіп, билік үнсіздігін жалғастырса, жаңа акциялар ұйымдастыруға уәде беруде.